Қазіргі карантинде қызықтың жағдайы қалай? Ана басқа театрдың актерлары ұқсап, жәндегі таксист болып кеткен жоқ та главный. Бір кездері сізді бет ашуға шақырып едік. Бет ашпаймын депсіз. Сен қалай бет ашың, сол келін солай кетіп қалды деп. Басқа нәрсе аштырсаң ашып беремін, бірақ бет ашып беремін. Театр ашу оңай ма? Ашу оңай ғой. Аға, жалпы жақсы адамды қалай тануға болады? Ол бандит болсын, ол шпион болсын, ол өмірден өткеннен кейін жақсы. Өлген адам қайтып жаман деп айтасың. Өмірімде бір адаммен дос болып көрген емес. Қазіргі Галек пен бұрынғы Тайсонның айырмашылығы. Енді мына түріме қарап ешкім Мәдина Сәдуақасова демейтін шығар, дұрыс па? Ақсақалдардың өз тойының басында бүгінгі тойымызды бастайтын Тайсон баламыз деп сөйтіп таныстырады. Тайсонның туфигі десең, любой индрайвер апарып тастайды. Енді пәлен жыл жатақханада бірінші атаман болу оңай емес қой. Жастық шаққа деген сағыныш. Өткен өмірімді қайтып келсе деп армандайтын нәрсе болмады менде. Жан деп басына шығарып алады. Небір жігіттерді көреміз да, әлемді өзгеріп жүретін жігіттер. Келіншегіне жан деп ақыр соңында әлемің былай тұрсын, онда телевизордың каналын өзгерте алмай қалып отыр. Еркелетпейсіз ба сонда? Келіншегім жүр ғой, жан деп айтсаң ренжиді, мазақтап тұрсың ба деп. Сөйтіп тәрбиелеу керек. Кімнен кешірім сұрай алмай жүрсіз? Сыртынан Құран бағыштап, маған айтқан сөз үшін соны кешір деп Алладан сөйтеміз ғой. Ғашық болған қыздардың бәрі күйеуге тиіп кетті. Не деп кешірім сұрайсың? 50 жылдан кейін халық сіз туралы не айтады деп ойлайсыз? Осы Қазақстанда қазіргі таңда өнерде жүріп аңызға айналған бір адам бар. Мен оның кісінің көзінше де айтамын. Ол Жүсіп деген ағамыз Шаншарда. Сіздің көкірегіңізде халық деген медал бар. Ол мына жерге шық десең шыға береді. Ол менің осындаймын ғой деген нәрсе болмаған ол кісі. Ал 50 жылдан кейін өзім болып қалсам не істейсің деген не болды. Боламын ғой бірақ, Сіз үшін ең әдемі өлім? Қандай жақсы амалдар жасасаң, бірінші қабірде сұралатын сенен не? Арасында кем кетіп күнәларымыз да болады. Бірақ сол күнәларымызды жою үшін де басқа амалдар жасап жатыр ғой. Болды ғой. Таң намазға дейін ешкімді оқытамайсың, ұйықтап жатып түсіңді оқытап қоймасаң, таза кетесің деп жатқанымда. Рахмет қожеге, рахмет. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен мен Шәкәрім Ибадулла. Бүгін сұхбаттаймның кезекті шығарылымы. Бізде қонақта Қызық театрының директоры, актер Ғалымжан Ғаппаров. Ассаламалейкум аға. Алейкум ассалам. Қош келдіңіз. Рахмет уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды айтамыз. Қазіргі карантинде қызықтың жағдайы қалай? Не істеп жатыр? Қызықтың жағдайы атына зат сай болмай тұр ғой. Қызық болмай тұр. Енді қай жаққа барасың? Бәрі жер жабық. Бірақ енді сол театрымыздың жігіттері қарап отырған жоқ. Мен театрдың балаларым бәрі Алматыда өздерінше жеке тірлік жасап жатыр. Ана басқа театрдың актерлары ұқсап, жәндегі таксист болып кеткен жоқ та главный. Өздерінше жұмыс атқарып жатыр. Әркім өз бетінше. Бір кездері сізді бет ашуға шақырып едік. Бет ашпаймын депсіз. Домбыра тарта алмайсыз ба, әлде басқа себептер бар ма? Жоқ, домбыра тарталамын, баянды тарталамын. Негізі мен 96-97 жылдары Жетісайда баянмен ашатын тұғым. Бір екі жерде бет ашар болып, сұмдық бет ашар болды. Бетті аштым, 2 аптадан кейін екеуі де ажырасып кетті. Сен арадан уақыт өтіп, бір күні біреуінің енесі айтады, сен қалай бет ашың, сол келін солай кетіп қалды деп. Содан кейін менен шығар дедім де, соға тоқтатып тастағам да. Жоспарда жоқ па қалды? Жоқ. Басқа нәрсе аштырсаң ашып беремін, бірақ бет ашып беремін. Алдар аспанда да Қызық театрының негізін қалаушылар Шаншардан шықты. Жалпы театр ашу оңай ма? Жоқ, театр ашу оңай емес. Енді ашу оңай ғой, ары қарай оның өмір сүру қалай. Мысалы, театр дегенде ол бір адамның баласы сияқты ғой. Бала деген біреулер жақсы тәлім, тәрбие алып өсіп кетеді. Бір балалар жарты жолдан кетеді. Сол сияқты ол театр ашқаннан кейін құр мәселе бірінші очередте табыс тауы емес, елдің алғысын алу жағын қатты ойлау керек та. Бұл театр деген енді сонша адам басын құрағаннан кейін елдің алғысын алатындай, елге бір әдемі ой салатындай дүние болу керек. Енді ол мен Шаншарда 6 жыл ойнадым. Ол жерде жүре беруіме де болатын еді, бірақ басқа да өнер бар жігіттердің солардың да ойынын халыққа ұсынсақ деген оймен Уәлибектің батасын алып шыққанбыз. Бәрі жақсы. Әдемі.
Жақсы. Аға, жалпы жақсы адамды қалай тануға болады? Қазіргі заманда өте қиын ғой. Шынын айтсам, жақсы деген сөз адам өмірде өткенде ғана айтылатын нәрсе ғой. Ол бандит болсын, ол шпион болсын, ол өмірден өткеннен кейін жақсы. Өлген адам қайтып жаман деп айтасың. Бірақ енді мен өмірімде қазір қарап отырсаң, бір екі жігіттің арасында достық болады, иә. Мен өмірімде ер адаммен, өмірімде бір адаммен дос болып көрген емеспін. Жалпылама. Мен тек Құдайдың қосқан әйеліммен ғана доспын. Бұлайша жақсы адам деген ол біреуге жақсылық жасасаң, оның жамандығы саған келіп тұрады да. Сол себептен мен қазір таңда мынау жақсы екен деп айтатын адамдар кемде кем. Заманына қарай адам дейді ғой. Сондай. Қазіргі Галек пен бұрынғы Тайсонның айырмашылығы? Ода айырмашылық қатты жоқ. Мен енді әлі Жетісайға барсам, Тайсон деп айтады. Біреулер енді айтады, нағып Тайсон деп кеткен дейді да. Енді мына түріме қарап ешкім Мәдина Сәдуақасова демейтін шығар, дұрыс па? Сол жақта кезінде түрім келген шығар. Ол кезде шашымыздың прическасы басқа тұғын. Сонымен 18 жыл тұрдым ғой Жетісайда, Тайсон деген атпен. Қазір барып Галек Ғалымжан десең танымайды. Ақсақалдардың өз тойының басында бүгінгі тойымызды бастайтын Тайсон баламыз деп сөйтіп таныстырады. Мен атымда көше бар Жетісайда. Ерубаев көшесі мен атымда қалған. Тайсонның туфигі десең, любой индирайвер апарып тастайды. Галек деген ат қазір енді өзімнің ауылдағы сол мектепті бітіргенше аталған есімім ғой. Сөйтіп Жетісайға барып Тайсон болдық. Ауылда Галек, Шымкентке келіп Ғалымжан болдық. Сол Галек деген атымды қайтып енгізіп жатырмын да. Өзіме ұнайды да. Тайсон неге қойылған? Төбелескесі ба? Төбелескенде мен жанымнан қараса қатты келеді екен. Кейіннен сол жақтың жақсы жүретін жігіттермен араласып, кейін төбелесте де болдық. Енді пәлен жыл жатақханада бірінші атаман болу оңай емес қой. Біраз әйтеуір Қызылордадан барғандарға сол жақта да өзімізден кейінгі оқыған студенттерге көп көмектестік. Және сырттағы месни балдар ұрып кетпесін деп. Соның қазір пайдасы, мысалы Сарыағашқа барсам да, Шардараға барсам, қай жаққа барсам да, сол жақта қолымда оқыған жігіттер дастархан жайып күтіп алады да. Сыйға сый, сыраға бал деген. Алғыс айтады. Конечно. Ұрсаң қарғыс айтады ғой. Ұрғызбасаң алғыс айтады ғой. Жастық шаққа деген сағыныш. Бір сәт оралсаңыз. Жастық шақ. Нені өзгертер едіңіз? Мен біреулер өкініп жатады ғой, мә, сол кезде сөйтуім керек еді деп. Мен өткен өміріме ешқандай өкпем жоқ. Әрқайсысы өз орнымен келді. Мен мектептегі балалық шағымда, ауылдағы қозы бағатын шағымда, студенттік шағымда, үйленгеннен кейін қазіргі шағыма дейін мен өткен өмірімді қайтып келсе деп армандайтын нәрсе болмады менде. Менде бәрі орынды, бәрі тамаша болды. Енді өзіңді айтып отырсың ғой, нені өзгертетінің деп. Негізі әрбір жігіт әлемді өзгертетіндей мықты болу керек. Қазір жігіттердің көп мықты бола алмай жатқаны үйленбей жатып келіншегін жан дейді да. Құдайдың берген аты бар ғой. Жан деп басына шығарып алады да. Небір жігіттерді көреміз да, әлемді өзгеріп жүретін жігіттер. Сол келіншегіне жан деп ақыр соңында әлемің былай тұрсын, ол да телевизордың каналын өзгерте алмай қалып отыр. Сондай да. Сол себептен айтарым ғой, сол үйленіп жатқандарға жан деп өздері басқа шығарып алмау керек та. Әдемілеп. Мен мысалы қазір келіншегім жүр ғой, жан деп айтсаң ренжиді, мазақтап тұрсың ба деп. Сөйтіп тәрбиелеу керек та. Еркелетпейсіз ба сонда? Мүлдем. Кейде болады. Қатты еркелетпеу керек негізі. Қатын бастан, бала жастан дейсіз ғой. Кімнен кешірім сұрай алмай жүрсіз? Іште қалған бір. Іште қалған дейсің ба? Енді болады арасында. Бірақ енді өмірден өтіп кеткендер де бар. Енді ода мен айыпты емеспін, енді о кісінің сөзі өтіп кеткен шығар. Солар, болғанда ғой, кешірім сұратын дем дейсің да. Бірақ енді әйтеуір сыртынан Құран бағыштап, маған айтқан сөз үшін соны кешір деп Алладан сөйтеміз ғой. Бұлайша біреуге бір қатты бір ауыр сөз айтып қалып, кешірім сұрай алмайтындай ондай жағдай болмаған. Алла жұбатқан. Ондай жоқ. Бәрі ойдағыдай. Ғашық болған қыздардың бәрі күйеуге тиіп кетті. Не деп кешірім сұрайсың?
50 жылдан кейін халық сіз туралы не айтады деп ойлайсыз? Халық айту үшін адам адал болу керек қой. Ол өнерде жүргеннен кейін қатты дүние қуған адамның артында бір қалар ізі болмайды да. Ол қу дүние болып кете береді. Мысалы, мынау осы Қазақстанда қазіргі таңда өнерде жүріп аңызға айналған бір-ақ адам бар. Мен оның кісінің көзінше дедім, о Жүсіп деген ағамыз Шаншарда. Қарапайым өте. Кеше мысалы Егізде бізге қатысты, қандай дауысы керемет кісілермен жарысты. Ол жерде шоу болғаннан кейін бірінші дәрежеде дауысы емес, шоу болғаннан кейін шоу қылып көрсеткен, одан кейін елдің алғысына бөленіп жүрген азамат қой. Қарапайым халық қазылар алқасынан бір деген бал қойып берсе де бірінші орынға шығып отырды. Сол бас жүлдені алды. Ал енді Жүсіп ағамыз, мен айтамын да Жүсіп ағамызға, ол облыстан болсын, басқармадан болсын, сізге медаль берсе тақпай қойыңыз деймін да. Сіздің көкірегіңізде халық деген медаль бар. Өзіңіз өлсеңіз де ол өлмейтін деймін да. Сол менен Жүсіп ағаның сол нәрсесін қатты ұстанғым келеді да. Ол мына жерге шық десең шыға береді. Менің осындаймын ғой деген нәрсе болмаған ол кісіде. Құдай қаласа енді Жетісайда да мысалы 18 жыл тұрып, қазір артымыздан әңгіме жақсы ғой, жақсы жүрдік о жақта. Сыйластық, ауылда да Құдайға шүкір барып жатырық, абыроймен қарсылады. Енді біраз Жетісайда ғой енді мен өмірімнің қызық сәттері өткен. Әрбір әңгімем тойға барсаң аңыз қылып айтып отырады да. Сол кезде сондай болған еді деп. Құдай қаласа жақсы сөз еретіндей жұмыс жасаймыз ғой. Ал 50 жылдан кейін өзім болып қалсам не істейсің дегендей болды. Боламын ғой бірақ, сондай. Аман болыңыз. Жалпы өлім ақиқат қой. Сіз үшін ең әдемі өлім? Әдемі өлім жалпы адамның, мынау қазақта емес жалпы айтылған ғой. Алла тағала жан беруші дейді да. Адамның денесін сол біздің жанға қызмет шығып берген да. Соны Алла тағала айтады, аямай жұмсаңдар дейді. Адам денесі жұмыстан өлмейді дейді. Жатып жатақан болып ауру болып өледі дейді да. Аямай жұмсаңдар, қатты шаршаймай, оны мен мәңгілікке демалдырамын дейді да. Мысалы, қабірде де сұрақ жауап, сен жаның Алла берді, қайтып өзіне алды. Сен осы денең ғой жауап беретін қабірде. Сол себептен қандай жақсы амал, іс амалдар жасасаң, бірінші қабірде сұралатын сенен не жасаған іс амалдарың ғой. Дұрыс, намаз енді жұмақтың кілті дейді. Бірақ бірінші барып сұралатын сол ғой. Сол себептен жақсы іс амалдар жасасаң, Алла тағала да саған жаныңды алуға періштелер сондай сүйкімді қылып жібереді екен да. Соған қарап отырып, тамсанып өмірден өтетіндер бар. Қандай жұртқа қиянат жасаған адамдарға қорқынышты болып келген кезде анау шошынып, өзінен жаны шығу қиын болады екен. Кейбір жерде естіп жатамыз, мысалы жаны шықпай жатқан кезде, 2-3 күнге дейін жаны шықпай жатқан кезде, және кесені бір-біріне ұрып сындырып, жүрек жарылып өледі да. Сол себептен енді өзім Құдайға шүкір жасап жүрген, енді пенде болғаннан кейін періште емеспіз. Арасында кем-кетік күнәларымыз да болады. Бірақ сол күнәларымызды жою үшін де басқа амалдар жасап жатыр ғой. Енді ешкімге айтпайсың ғой. Бірақ әйтеуір біріне бір себеп болып жатырады ғой. Сол себептен ойлаймын, осы ісімізге қарай Құдай қаласа бір әдемі өлім, ешкімге зияның тимей, алдында Алла тағала бала шағаңмен сынамай, қанша жас берсе де ешкімге зияның тимей, әдемі ұйықтап жатып кетіп қалсаң, тамаша ғой. Сол керемет. Өйткені түнімен құптан намаз оқып болғаннан кейін болды ғой. Таң намазға дейін ешкімді оқытамайсың, ұйықтап жатып түсіңде оқытап қоймасың, таза кетесің деп жатқанымда. Аға, сұхбатқа уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Жүзі жазсаңыз. Рахмет қожеге, рахмет. I don't like that енді не істеймін, сен понтарың маған енді бестеймін, тірлік қойып анау мынау естеймін, көз келмеймін адам дүрген еттей, бірақ айтып сөзім етеме, болма баладай сәт келді дейді ғой, бізге билеуге ыңғайлы жас келді дегенмен, анда-санда жай жел жер аралап тұрайық, көзі шалмайды